Марат Сивасов дейтін ағамыз бар ғой. Дінтанушы, мұнай саласында. Теолог, дінтанушы. Бақыт дейтін ағамыздың үйінде ата-бабаларына ас беріп, соны жүргізіп жатырмыз. Мен енді астында подвалдағы, сокольный этаждағы зал жүргізіп жатырмын. Ол кісі енді главный жаңа басты дастархан жүргізіп жатыр, үлкен. Сөйтсе, болды. Енді анау ас жүргізіп келген адам енді той сияқты ыржың-тыржыңмен жүрмейсің, бүткіл сауатыңды сауылып тұрып сөйлейсің ғой. Соны күн ысып кетті оның үстіне. Ақ-тер-көктер болып келіп, мен уже асқа ертіп жібердім. Менікі азғантай адам. Ақ-тер-көктер болып келіп, астына келді да, бір шай ішейікші отырып деп, шай ішіп жатыр еді. Сөйтсе, ана жақтан жоғарыдан терезе форточканы ашық қою керек, жауып қою керек деген әңгіме болып жатыр еді дәл сол кезде. Сосын Мәкең ысылап келіп отыр ғой. Енді ашқан кезде анау салқын соғады да, салқын тиіп қалуы мүмкін. Мәкең тұрды да терезені жауып қой деді да бар. Сосын мен жауып жатыр едім, мына жақтан жеңгем шық. Жаны өлейін деп тұрып ашық қойыңшы анау мынау деп. Сөйтсе Мәкең айтады: "Жауып қой. Ысылап өлген қатынның моласын көрген жоқпын" дейді. Марат Сивасов деп отырсың, бір айтары бар ғой, ол жігіттің теолог сондай. Бір аласа бойлы құрдасы бір дәрі алып келген ғой. Мына дәріні итке берсең, итің деген алабайдай болады екен, кішкентай төбетіңнің өзі алабайдай болады екен деп хабар айтып отыр, өзі шына шақтай жігіт. Сол Марат Сивасов айтады: "Бұл дәріні итіңе бергенше өзің неге ішпейсің?"